саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Онда сол жақсы күйменен бүгін біз тренинг бастайық. Әдемі ойлай және демала біл деген тренинг арқылы әркім өзі туралы жақсы әдемі ойлап айтсын. Мен өзімді сабырлы деп ойлаймын. Мен өзімді мейірімді деп ойлаймын. Мен өзімді әдемімін деп ойлаймын. Ақыллымын деп ойлаймын. Мен өзімді сабырлымын деп ойлаймын. Мен өзімді жаттымын деп ойлаймын. Мен өзімді красавец деп ойлаймын. Мен өзімді жақсымын деп ойлаймын. Жақсы. Олай болса, сол жақсы ойларыңызбенен, жақсы көңіл-күйлеріңізбен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Отыра қойыңыздар. Сонымен балалар, мен өткен сабақта үйге қандай тапсырма бердім? Кім айтады? Назарке айтады, қандай тапсырма бердім? Биоинформатика оқуын оқыдым. Биоинформатика туралы оқып келу өтеді. Жақсы, олай болса, үй тапсырмасын мен сіздерден бекграунд әдісі арқылы сұрайын. Бірінші, биоинформатика деген не? Кім айтады? Күнсая айта ғой. Биоинформатика дегеніміз биологиялық деректерді сақтау, жинау, ұйымдастыру және талдау үшін әдістерді дамытып, кемелдендіріп отыратын сала. Жақсы, отырайық. Келесі компьютерлік талдаулығына сипаттама бер. Айта Байша. Компьютерлік талдау дегеніміз бір апта ішінде шағын ғана топпен бірнеше мың гендерді сипаттау. Біздің биология бойынша бірнеше ген. Бұл тек қана биология емес, басқа сабақтарда да қолдануға болады, компьютерлік талдау жұмысын жүргізуге болады. Отырайық. Геномика мақсатымен әдістерін түсіндіре ғой. Геномика дегеніміз молекулалық биологияның негізгі бапты геномдарды сипаттайтын ғылым. Геномдардың басты мақсаты геномдарды секвендеу және белгілі бір организмнің ДНК молекуласының нуклеиндік тізбектерінің жиынтығын анықтау және олардың картасын жасау және де белгілі бір организмдердің геномдардың молекулалық талдау жасау. Жақсы, тағы айтпауы қосып айтам дейсіңдер. Жақсы, енді өткен сабақ туралы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ па? Онда олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымызға тоқталамыз. Сонымен бұл тақырып түсінікті болды. Себебі бұл тақырып сіздерге информатикада таныс болды. Ал жақсы, жаңа тақырыбымызды бастайық. Наурыздың 11 деп жазамыз. Дәптеріңізге тақырып бізде экстракорпоралды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы этикалық аспекттері. Бұл қазіргі күннің басты проблемасы деп айтуға болатын тақырып екен. Экстракорпоралды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы этикалық аспекттері. Өте жаңағы қазіргі кезде проблемалық тақырып өткен. Енді бұның оқу мақсаты тақырыбымыздың экстракорпоралды ұрықтандыру әдісінің маңызын түсіну. Енді ары қарай экстракорпоралды ұрықтандыру дегенді қысқаша ЭКО деп белгілейді екенді. Қысқаша осылай жазылады, бас әріптермен. Енді бұл жаңа британдық ғалым Роберт Эдвардсонның және Патрик Стептоймен әзірленген әдісімен ұрықтанған бірінші бала дүниеге 1978 жылы жаңа келген екен. Бұл жаңағы ғалымдар өмірге көптеген жаңағы сәбилердің дүниеге келуіне себепші болған адамдар деп айтсақ болады. Енді сіздер білесіздер, жанұяда жаңағы ең бірінші бақытты болу үшін не керек екен? Ұрпақ керек, бала керек, сәби керек, себебі ұрпақ біздің жалғасымызда. Енді айтады ғой, әлемде ең әуен бұл баланың шулаған дауысы екен. Яғни ең әдемі жаңағы әуен бұл баланың шуылы деп айтады. Енді осы экстракорпоралды ұрықтандыру ол біздің Қазақстанда да іске асты. Оны іске асырған бізді Салтанат Байқұшқарова деген репродуктор дәрігер биолог. Сұхбатынан тыңдасаңыздар айтылады, қандай жаңағы ғылыми атағы бар екен. Бұл кісінің инстаграмы бар. Инстаграмда қарасаңыздар, сол кісіні жіберемін мен сіздерге жаңағы осы кісі туралы толық мағлұмат және жұмысы туралы толық мағлұмат алуға болады. Енді ұрықтану бұл аталық және аналық жыныс жасушаларының қосылуынан зиготаның пайда болуы. Бұны бұрыннан сіздер білесіздер. Ал бұл жаңа организм бастамасы болып табылады. Сосын ұрықтану негізінде жынысты көбею ата-анасының ұрықтарынан тұқым
қуалайтын белгілердің берілуі жатады. Біз білеміз ғой, тұқым қуалаушылық және өзгергіштікті зерттейтін ғылым генетика. Міне сол жаңағы біздің осы Қазақстанда ең алғаш рет дүниеге келген қыз бала бар екен, Юлия деген. Ол қазір Англияда тұрады екен. Мына осы салтанаттың жаңағы несіне қарасаңыздар, ана мен бала деген сұхбаты бар, Каракат Абдилдиннен алған. Соны тыңдасаңыздар, сонда айтады, менің қазіргі ең бірінші жаңағы дүниеге келтірген қыз бала жаңағы Англияда тұрады дейді. Енді тағы бір сұрақ бар бұл жерде. Осы экомен келген, дүниеге келген қыз бала болсын жаңағы, ол болашақта ана бола ала ма деген. Бола алады екен. Дүниеге сәби әкеле алады деген. Өз экометодтер арқылы келсе де, ол дүниеге сәби әкеле алады екен. Сол туралы өте жақсы жаңағы сұхбаты бар. Енді мынау жаңағы айтқан Лесли менен Джон Браунның аңсап күткен сәбиінің дүниеге келуі. Сол кісілердің қуанышқа ие болған сәті. Бала өміріміздің алғасы. Енді осы бала осы экстракорпоралды контролға барған кезде ерлі-зайыптыларды, отбасыларды тексерістен өткіземін. Әрине бала тексерістен өткізу қажет. Енді оны өткізген кезде мынандай жаңағы төрт сатыдан тұрады. Бірінші жаңағы түрлі жұқпалы аурулар жоқ па? Міне соған тапсырады анализдерін. Содан кейін алоциттер бөліп алады олардың. Жұмыртқа жасушаларын корректив ортада ұрықтандырады, жатырға және эмбрион енгізеді. Жалпы экстракорпоралды деген ол сырттай ұрықтану деген норманы білдіреді. Енді ары қарай толық жаңағы тексерістен өткізгеннен кейін оларды жаңағы ана болу мүмкіндігі болатын болса, осы әдісті пайдалану арқылы жаңағы жұмыс жүргізеді. Олар жаңа бала дүниеге келгенше, біз білеміз бала 9 ай 9 күнге дүниеге келу керек. Үнемі дәрігердің бақылауында болу керек. Енді қазір мен сіздерге осы туралы жаңағы кішкене бейнебаян ұсынайын. Қазақстандағы жаңағы эмбрионды ұрықтандыру, өсіру және жұмыстар қалай жүргізіледі деген. Ең негізгі бөлмемізде деп айтса болады, бұл біздің барлық жалпы осы центрдің істеп жатқан жұмысының бәрі осы жерге тіреледі. Пациент есікке кіргеннен бастап осы шығып бір кетері ең негізгі тоқ етер жері осы біздің лаборатория, ЭКО лабораториясы, эмбриология. Бұл жерде жаңа өздеріңіз алдында көрген клеткаларды алып бердік қой. Сол клеткаларды әрі эмбрион жұмыс жасайды, сол клеткаларды бердік. Сол жұмыс жасайтын орны осы біздің эмбриологиямыз, алдын бөлмеміз деп айтсақ болады. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына жерде осының бәрі осы жерде шешіліп, осы жерде жасалған дүние. Осы жаңа бейнебаянымда сосын сіздерге жіберемін. Қарасаңыздар, бұл туралы ақпарат өте көп. Жаңа қалай жаңағы әдістерді пайдаланатыны, қалай өсіретіні ұрықтарды, жаңа X дейтін әдіс бар, сол арқылы өсіретіні, қандай жерде жаңа пайда болатыны ұрықтардың бәрі осы жерде жаңағы айтылады. Толық осы жаңағы видеоны, бейнебаянды қарасаңыздар. Бәрінің ссылкасын сіздерге жіберемін. Сол арқылы қарап алуларыңызға болады. Енді жаңа салтанат туралы көп журналистермен берген сұхбат бар. Ал енді тағы бір сұрақ, осындай балалы болғысы келетін адамдарға квота бөліне ма дейді медицинада? Бөлінеді екен. Биыл және оның үстінде көп квота бөлініп жатыр. Және бұл тек қана бір ғана жерде, Астанада емес, бұл Алматыда, Шымкентте, біздің Атырауда да бар екен бұндай жаңа орталық. Олар жаңағы өздері толықтай басқа қалаларға өздері жаңағы мамандар жеткілікті болғаннан кейін осындай жаңағы орталықты науға тіркен. Барлық қалаларда, облыстарда да ашып жатыр екен. Яғни жаңағы сәбилі бола алмай жүрген ата-аналар сәбилі болсын деген мақсатта. Енді қазір балалар жаңағы кітаптарыңызды ашып қарайсыздар, жаңа тақырып туралы. Содан кейін жұмыс жасаймыз, ары қарай ақпарат құралын пайдалануға да болады, сол пікірлеріңізді қосып.
қараймыз десеңіздер, көреміз десеңіздер, ақпаратты. Жаңа сөздер, бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты. Әрине, жаңа сөзді оқи қойшы. Кілт сөз дейді де, бүгінгі сабақтың, иә? Бүгінгі кілт сөздері. Жұмыртқа жасушасы, светомозит, сперматозит, ұрықтану, экстракорпоралды ұрықтану. Так, жаңа осы біздің кілт сөзде айтқан сөздерді естідіңіздер ме менің айтқанды сабақта? Яғни бүгінгі сабағымыздың негізгі кілт сөздері осылай екен. Оны жаңа естідіңіздер. Енді қазір дәптерлеріңізге тапсырма орындайсыз. Кітапты ашып қарап отырып, бірлесіп жұмыс жасаймыз. Ол мынандай бар оқушылармен жұмыс деген әдіс бойынша биологиялық диктант орындаймыз. Дескрипторы жұмыстың берілген, мына қараңыз, қажетті сөздер берілген тұжырымдарға тиісті жауапты жазамыз. Ал жаңағы орындаймыз. Биологиялық диктантты көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жазамыз екен да. Жазып отырып, сосын жауабымызды айта беруімізге де болады. Бірінші, нені қарадыңыздар ма? Кім айтады? Жатырға эмбрион енгізу. Айта алмаса? Жатырға эмбрион енгізу 1-3 күннен кейінгі қантиктер арқылы эмбрион қуысынан жүктеледі. Отырағы. Келесі жалпы негізі болатын эмбриондар. Келесі жұмыртқа жасушаларды бөліп алу. Жұмыртқа жасушаларды бөліп алу ацидтер деп аталады. Келесі қосалқы. Біреу қалған енді. Репродуктивті технология әдісі. Репродуктивті технология әдісі. Ал енді жаза қоямыз. Жазатымыз ба? Мына сонда жаңа. Осындай жаңағы әдістерді бана репродуктивті әдістерге қатысты. Жақсы, дәптерлерімізге сосын бұдан кейін ана кілт сөздерді, жаңа сөздерді де жазып қоямыз, иә? Жазып болсақ, ары қарай келесі жұмысты орындаймыз. Келесі жұмыс бізде онлайн мектеп арқылы жүреді. Қазір бәріңіз жаңағы суткілеріңізді ала қойыңыздар. Мобильный данныйларыңыздан қосып, сосын жаңағы онлайн мектепті аша қойыңыздар да тақырыптыр, сол тақырыпқа кіремізде бұрынша жұмысыңызды жасаймыз, иә? Экстракорпоралды ұрықтану деген тақырыпты сол тақырыптан ашамыз, онлайн мектептен сосын жұмысымызды жасаймыз да маған жібереміз. Мен де сіздермен бірге содан кейін жаңағы маған жібере беріңіздер. Жасадыңыздарыңыз? Иә. Қазір жаңағы фотоны шығарғанымыз үлгісінде жіберемін.